1 bölüngen x minus 4 plus 9 bölüngen 9 bölüngen x plus 4 16 bölüngen x plus 2 türündeki çeşit. Birinci anahtarlarımızdan anahtarlarımız x temimiz plus minus 1'ye және x temimiz minus 2'ye anahtarlarımızdan енді ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімге келтіргенде бірінші бөлшектің x plus 1 x plus 2'ye көбейтеміз. x plus 4 x plus 2 екінші бөлшекті x minus 4 x plus 2'ye көбейтеміз. Теңдіктің 10 жағын x minus 4 x plus 1'ye көбейтеміз. Енді шашаларды ашайық. X квадрат плюс 2x квадрат плюс 2x плюс 2x плюс 2 плюс бірінші шашаны ашып болдық. Екінші шашаны ашып бірдің 9'a көбейтіп отырайық. X квадраттында 9x квадрат 2x плюс 2x 9 плюс 18x минус 2x сонда минус 9x минус 2 минус 18 x квадрат минус 2 сонда 16x квадрат минус 1 минус 16 болады. Енді ұқсастарын біріктіреміз. Ыңғайлы болу үшін теңдіктің сол жағы мен оң жағын ұқсастарын біріктіріп алайық. X квадрат 9x квадрат оң жағында басқа x квадрат жоқ, сонда 10x квадрат болады. X 2x 3x болады. Мына жерде 18x'тен 9x квадрат түспейміз 9x 3x'тен 9x қоссақ плюс 12x. Мына жерде 2 плюс 2 минус 18 минус 16. Теңдіктің оң жағы 16x квадрат минус 16. Енді бәрін бір жағына жинақтаймыз. Минус 16 теңдіктің екі жағында да бірдей жойылады. Сонда 16x квадрат оң жағында қалып, басқаларын бәрін оң жағына жинақтайтын болсақ, 10x квадратты жазсақ, 6x квадрат минус 12x тең 0 түріндегі квадратты күнгеге келеміз. Енді 6x шашаны сыртына шығарамыз. 6x шашаны сыртына шығарсақ, x минус 2 тең 0. Толымсыз квадрат теңдеу болғандықтан сәулеге тең көбейткіштерге шектеу арқылы